Жұмыс бабымен Қазақстанның үлкен қаласындағы жаңа жобаға барып келу керек болды жұмыстан. Мен өзімнің директорымнан іс-сапарға өзімнің жұбайымды бірге жіберуін сұрадым. Менің әйелім менімен бірге жұмыс жасайтын еді. Онсыз да басқа жұмыскерлер көп, сондықтан да әйелімді өзімен бірге алып кетуді жөн көрдім. Сол қалада маған ұсақ-түйекке құжаттарыма көмектесетін адам керек болды. Ол менің сенетін адамым, яғни әйелімді бірге аламыз деп келістік. Әйелім екеуміз купемізге кірдік, орналастық орнымызға. Біз купеде 4 адамдық купеде жалғыз болған жоқпыз. Бізге қарама-қарсы бетте бір үлкен, ірі денелі, бойы 2 метрге таяу, салмағы шамамен 120 килограммдай болатын Алмат есімді бір спортсмен жігіт болды. Сөйтіп түн бата бастады, әркім өз шаруасына кірісті. Менің әйелім өте толық емес, арықтау еді. Сөмкедегі заттарды ақтарып жатты, ал мен телефонды шұқылап жаттым. Ал қасымыздағы жігіт телефонын қарап жатты да, ол да Инстаграмда спортқа қатысты бірдеңелер қарап жатты. Сөйтіп арасында күліп қояды, бізден ұялып жатқан жоқ та. Сөйтіп бір қарасам, менің әйеліме көзі түсіп кеткенін бақыладым. Кәдімгі тесіліп қарап жатқан жоқ. Әйелім жоғарыға заттар қойып жатқан кезде, еңкейіп төменге заттар қойып жатқан кезде, жаңағы Алматтың көзі әйеліме арасында түсіп кететінін бақыладым. Ол дәретханаға барып, әйелім екінші киімін киіп келді. Ол екінші киімі қысқа киімдер екен, шорты, майка ғана, соған ауыстырып алып келді. Сөйтіп жоғарыға заттарды орналастырып жатқан кезде, оның көзі менің әйеліме тағы да кәдімгідей басқаша менің әйелімнің көтеніне көз түседі. Маған әрине бұл әрекет ұнаған жоқ. Кәдімгі еркек болып қарап тұрды менің әйеліме. Мындай бір жай случайно басқа заттарға қарағандай емес, кәдімгі әйелдің көтеніне қарағандай қарап тұрды. Сөйтіп қарайды да, бірден телефонына қарайды, енді мен бақылап қоймасын деп. Сөйтіп бір уақытта Алмат ойына бірдеңе келгенін білдіріп, бізге қолмен ымдап көрсетіп, өзінің сөмкесінен бір ішімдік алып шығады. Спорттық сөмкесінен бір бөтелке виски алып шығады. Аты есімде жоқ, и 3 одноразовый стаканчик алып шығады. Танысамыз ба деп жымиып бізге қарады да, бізден жауап күтіп тұрғандай болды. Бірақ біз не деп жауап берерімізді білмей тұрған сәтте, ол бірден 3 стаканды ашып, үшеумізге де виски құйды. Сөйтіп әйелім айтты, ішуге уақыт кеш қой, тем более таңертең жұмысқа барамыз деді. Сөйтіп мен айттым, мен ішпеймін, рахмет, маған құймаңыздар дедім. Сөйтіп ол кісі айтты, мен сендерден қанша жас үлкенмін, мен сендердей кезімде деп әңгімені бастады. Сөйтіп енді ішпегендер ұят болады, мендей үлкен адамның қолын қалай қайтарасыңдар деп біздің стаканымызға біздің жауабымызды күтпей құя бастады. Сөйтіп таныстық үшін деп стаканымызды түйістіріп алып қойдық. Менің ішім бірден қызып бастады, ал әйелім болса соңына дейін ішкен жоқ. Сөйтіп айт, тағы да көрейік деп маған до конца сөйлемей 50 грамм ұсынды. Ал мен әйелім айтты, мен бұл жолында ішпей қояйын деді. Сөйтіп екеуміз ғана ішіп отырдық, Алмат екеуміз ғана. Сөйтіп ұят болмасын, ыңғайсыздау болмасын, бәрібір де жолаушымыз деп мен ішіп отырдым. Сәл басым айналғандай болды да, бірақ сөйтіп әңгіме қызу басылып кетті. Алмат өзі туралы айтты, спортсмен екендігін, жалпы қай жақтан барлығын таныстырып айтты, чемпион екенін айтты. Сөйтіп телефоннан өзінің жаңағы выступать еткен, спорттағы выступать еткен выступленияларын көрсетті. Мен де таныстырдым, менің жасым 30-да, әйелімнің жасы 25-те деп айттым, бірге жұмыс істейміз деп ол да өзінің жұмысы жайлы айтты. Барлығымыз кәдімгідей шүйіркелесіп, танысып кеттік. Қайта-қайта екеуміз ішіп, қайта-қайта ол құйып, біздің ортамыз қыза түсті. Отырыстың басында біз бір-бірімізге енді чужой, таныс емес адамдар болса, қазір уже бөтелкелес болып кеткеннен кейін кәдімгідей бір-бірімізге жақын адамдай сезініп кеттік. Сөйтіп
керемет көңіл күй, көңілді отырып, бірімізден кейін біріміз приколдар айтып бастадық. Әйелім приколға ешқандай анекдот ештеңе білмейді, ол жай сөйлегенде мәз болып өзімен өзі отырды, арасында ол да ұрттап отырды. Бәрі кезек туалетке шығып кетті, уборныйға. Әйелім кетті, одан кейін Алмат кетті. Мен тұруға ыңғайсыздандым да, сәл тұрып едім, басым айналғаннан кейін дәретханаға бармайым деп шештім. Сәл төменірек қарасам, жаңағы астыңғы жақта, аяқ жақта 2 бөтелке жатыр екен, бос судың таза бөтелкесі. Соны көріп, көңіл күйім бірден түсіп кетті. Басында маған Алмат 0,5 қана ішеміз деп айтқан еді, қарасам біз қаншама литр ішіп қойыппыз. Оның барлығы оның сөмкесіне не істеп жүргенін мен білген жоқпын. Сөйтіп, көп ішкенім ұнамағаннан кейін әйелім маған қарап айтты, все нормально деп сұрады менен. Сөйтіп мен айттым, сендер көп ішіп қоймадыңдар ма деп, бірақ мен өзім де олармен бірге ішіп отырмын ғой. Мен айтқаным енді есебі неге бізге көп құйып жатыр бұл деген сияқты әйеліме айттым да, бірақ көп ұрттап қойғаннан кейін ойымды бір жерге жинақтай алмадым. Жарайды енді, деді әйелім, түрін жетіп бар туалетіңе, деді. Мен дәретханаға шығып кеттім, ол Алмат екеуі әңгімесін ары қарай жалғастырды. Алмат тіпті маған қарамастан екеуіне ғана виски құйып отырды. Сөйтіп бетімді қолымды салқын сумен жуып, өзімді қайттан сол огурчик ретінде сезініп, кәдімгідей сөйтіп кішкене свежийланып келдім. Кәдімгідей барлық ішіп жатқанымыз барлығы менің көңіл күйімді түсірді. Себебі мен тек мерекелерде ғана ішетін едім, кәдімгідей қалай ішіп қойғанымды өзім бақыламайтын. Қысқасы, әйтеуір теңселіп болсын, дәретханадан өзімнің купеме жеттім. Купеге кірместен бұрын ойладым, бұл екеуі не істеп жатыр екен дедім да, есікті әдейімен кетерде жауып кеттім да, сәл ғана кішкентай жіңішке сызық ашық тастап кеттім дауыстарын есту үшін. Және мен купеге кірмей, екеулері мен жоқта қандай әрекет жасайды екен деп аңдайын деп шештім. Өзім мастау болып тұрсам да, соны бақылайын деп шештім. Әлсіз Сейітжан тұр, менің әйелім отыр, оған қарсы Алмат отыр, әлі де екеуі керемет әңгіме айтып отыр. Кәдімгідей екеуі бұрыннан таныс адамдар секілді. Сөйтіп Алмат айтып отыр, мен үлкен адамдардың массажын оқыдым, взрослый массажды. Шина воротниковая зона, мен күшті айналсам, жұмыс істеймін, көп әйелдер келеді, көп еркектер келеді, жаңағыдай остеохондрозы бар адамдарға күшті көмектеседі деді. Ал менің әйелімде остеохондрозы бар еді. Сөйтіп айттым, иығым мен мойныңа массаж жасап берейін ба деп. Сөйтіп ұсыныс жасады да Алмат. Сөйтіп әйелім айтты, жоқ, ыңғайсыздау болар, қазір тем более күйеуім кіріп қалса қандай ой ойлайды, ішіп алған адам ғой дейді. Сосын айтты, онда тұрған не бар, массаж кез келген адамға жасалады ғой, біз ішіп отқанымыздың оған не қатысы бар деді. Сөйтіп енді екеуінің барлық әңгімесін мен естіп отырмын ғой. Сөйтіп денеңді емес, мен сен мойныңды ғана уқалаймын, қолдарыңды ғана уқалаймын, бесін жарайды деп әйелім, ол да енді көп ұрттаған, ол да жарайды деп келісіп, кішкене көзден кетіп отыр ол да. Сөйтіп ары қарайдай купеде жаңағы жататын кроваттар қозғала бастады. Сөйтіп мына жерге отыр деп екеуі пышылдасып сөйлесті. Сөйтіп қолың күшті екен, қалай күшті жасайсың массажды деп, сөйтіп олар мен туралы сөйлесті, қайда кетті деп. Сөйтіп мен ештеңе түсінбей жатырмын да, бір жағынан ойым да басқа жақта, саң-соқта, себебі жаңағыдай ұрттап алғаннан кейін ойым бөлініп, ойымды жинақтай алмай жатырмын да. Сөйтіп мен жаңа купеге кірем деп шештім. Кірсем, қайда кеттің, ұзаққа кеттің ғой деп маған. Не істеп отырсыңдар деп, мен ештеңе болмағанда енді екеуін кінәлі қылмайын деп екеуінен сұрадым. Сөйтіп әйелім айтты, жай Алмат массажның курсын оққан екен, массажбен де айналысады екен арасында. Соған бір арқамды уқалатып алайын деп едім, мойнымда остеохондрозым бар ғой жаным деді маған қарап. Сөйтіп мен жарайды дедім да, мен қайда болдым деген сұрағына, мен жаңағы тамақ ішетін ресторанға барып келдім дедім. Жарайды, как отыра тұр, сөйтіп әңгімемізді жалғастырамыз, қазір бір 3-4 минуттай мен арқамды уқалап берсін деп маған қарады әйелім. Жарайды, ештеңе деген жоқпын, себебі енді өзім ешқандай жаман адам болмағаннан кейін ешқандай жаман нәрсе күтпейсің ғой ешкімнен. Жарайды, жасасын, остеохондрозына оң әсері тиер дедім. Сөйтіп мен өзімді осы оқиғада бір болып жатқан кезде өзімді бір үшінші лишний адам ретінде сезіндім. Тоқтатқым келген жоқ.
Оған қоса бұл жағдай маған ұнап жатқан жоқ. Не жасап жатқанымыз маған ұнап жатқан жоқ, бірақ ол оқиғаның барлығын тоқтатайын десем, менің күшім жетер емес. Анау ұйықтап жатқан кезде түсінде қолыңды қатты қыссан, немесе біреуден қашсаң, жүгіре алмайсың, қолыңды қыса алмайсың. Вот менде сондай ситуация болды. Білмеймін, әлде Алмат менің ішімдігіме басқа бірдеңе қосып берді ма? Сөйтіп мен қарадым да өз орныма андай жантая отырып, жартылай отырып, жартылай жатып, солай қарап отырдым. Алмат кәдімгі менің бар екен деп, менен біреудің әйелі екен деп сасқалақтап қорқып отырған Алмат жоқ. Ол менен немен айналысасың, кім болып жұмыс істейсің? Сөйтіп біраз екеуміз сөйлестік сол жерде, ол жасап отырды, мен сөйлеп отырдым. Сөйтіп мен жұмысымды саған қалай айтсам да сен бәрібір оны түсінбейсің, оны жұмыс істеген адам ғана түсінеді деп айтып жатқан кезде ол кәдімгі түсініп отқан секілді басын изеп сөйтіп отырды. Соған дейін сөйтіп мен әйелімнің омыртқасына дейін қолын түсіріп уқалап, ал әйелім болса кәдімгі көзін жұмып кайфовать етіп отырған массаждан. Ал әйелім еще кәдімгі оның жаңағыдай тізерлеп отқан күйінде отыр ғой, жаңағы Алмат, соның санын қолмен қысып отыр, ұнатқан соншалық. Мен оны өзім бақылап қалдым. Олар мені ішіп алған, өз есін дұрыс білмейді деп мені елеп отқан жоқ, бірақ мен барлығын көріп отырмын. Не болып жатса да, бірақ түсінбей жатырмын мен. Сөйтіп еңкейіп жантайып жатқан күйінде төсекке жастыққа басым тиіп кетіп еді, мүлдем кәдімгідей мен отключкаға кетіп почти ұйықтап қалдым деп айтсам болады. Біз екеуміз сөйлеп жатырмыз, бірақ мен не етіп жатқанымды контролировать ете алмай жатырмын. Мен сөйлеп жатырмын, жауап беріп жатырмын, жартылай айтқандарын естіп жатырмын, бірақ сөзімде бір андай не жоқ, андай нақтылық жоқ та, конкретный жоқ менің сөзімде. Сөйтіп барлығы сөйлеп жатырмыз, үйтіп жатырмыз, сөйтіп жатырмыз, сөйтіп екеуі бір-бірімен сөйлесіп жатыр. Алмат пен жаңағы менің әйелім жоғарғы жатқызып тастайық па деп, сөйтіп мені ақырындап жоғарғы көтеріп жатқызды. Мен бірдеңе айтайын десем, сезіп жатырмын, барлығын сезіп жатырмын, көрмесем де. Олар светті өшіріп тастады, сәл ғана жарық бар етін, ол светті өшіріп тастады. Сөйтіп әйелім айтты, болды енді ұйықтайық деді. Алмат болса айтты, енді массажды до конца жасап тастайын, арқаңа жасап берейін деп. Сөйтіп Назира айтты, жоқ, қажет емес, менде вроде арқам ауырмайды деп. Сөйтіп әйтеуір дегенде Алмат әйелімді массажға көндіріп алды, жарайды деп. Сөйтіп ақырындап кішкене тарсылдар естілді. Мен әлі де ештеңе дұрыс түсініп жатқан жоқпын, қатты ұйқым келіп жатыр да, андай бір әлсіреп жатқан адам болдым. Бір сәтте әйелім күлді, бір сәтте Алмат күлді, әйтеуір ештеңе түсінбедім. Сөйтіп айтты, қой менің көтенмен массаж жасама, күйеуім біліп қалса ренжиді ғой деді. Сөйтіп Алмат айтты, күйеуім бәрібір сенің сөніп жатыр ғой, ештеңені де көрмейді де, естімейді де, арамызда қалады, осыдан біз бір-бірімізді көрмейміз деп. Сөйтіп екеуі бір-бірін қанағаттандырып жатты. Әйтеуір не жасағандарын білмеймін, ал менің жүрегім тарсылдап соға бастады. Анау кинодағы әлсіз әрекет жасай алмайтын адамның бейнесінде қалып кеттім мен. Күтпеген жерден сөйтіп олар шешініп, кәдімгідей жыныстық қатынасқа түсіп, бір-бірін кәдімгідей қанағаттандырып жатты міне. Сөйтіп әлсіз, сәуле әлсіз ғана свет жанып тұр, сәл ғана сығалап, сығырайып, сөйтіп Алматтың мүсінін бақыладым, шешінген жалаңаш денесін бақыладым. Сөйтіп әйелім есі кетіп, кәдімгідей мен бұндай еркек өмірімде көрген емеспін. Менің күйеуім енді өзім арық болғаннан кейін мен мүмкін әйелімді қанағаттандыра алмайтын шығармын деп ойладым да, осы сөздерінен кейін әйелімнің естіген. Сөйтіп ұнап жатыр ма деп Алматта сұрап қояды да бір-бірінен. Сөйтіп екеуінің дауысы кәдімгідей шығып жатыр. Мені ұйықтап жатыр ау, мен оянып кетеді ау, мен естіп қалып ұят болады ау деп жатқан олар жоқ. Сөйтіп әйелім айтады да, естіп қоймай екен, қалай ойлайсың деп. Сөйтіп Алмат айтады, жоқ, ол кәдімгідей өлгенше ішіп алған, ол ештеңені де естер емес деп. Сөйтіп екеуі болады боларларын. Сөйтіп Алмат айтады, жүр кет дегенде ресторанға барып кофе бірдеңе ішіп кішкене қуаттанып алайық дейді. Сөйтіп мен әйелім айтады, жоқ, мен шаршадым, оның үстіне қазір күйеуім оянып кетсе не болады деп. Ол бармай қалады. Сөйтіп Алмат айтады, жарайды, өзім біл, мен кеттім онда деп. Сөйтіп ол ресторанға кетіп қалады. Шамалыдан кейін әйелім орнынан тұрып өзін ретке келтіре бастады да, маған ұнайтын күшті бір пижамасын киіп алды. Сөйтіп мен барлығын қабылдап, кәдімгідей өзімнің ішкі көңіл күйім бірден су сепкендей түсіп жатқан кезде мен ұйықтап кетіппін. Содан кейін Алмат рестораннан қайтып келіп, әйелім екеуі тағы да жыныстық қатынасқа түседі.
Әйелімнің есі кеткені соншалық бақыттан басы айналып сол жалаңаш күйі таңертеңге дейін ұйықтап қалған. Мен таңертең оянып, есімді жиып оянсам, екеуі екі жақта жалаңаш ұйықтап жатыр. Осымен бірінші бөлімді аяқтаймыз. Өте ұзаққа созылып кететін болғандықтан оқиғаның жалғасы қалай аяқталады деп ойлайсыздар, жалғасы қалай болады деп ойлайсыздар, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Алматтың жасап жатқан іс-әрекеті дұрыс па? Қазақша каналға қолдау білдіріп лайк басып подписка жасап кетіңіздер. Өскелең ұрпақ осы сіздің жасап жатқан қателігінен сабақ алсын. Сау болыңыздар.